Сәлем қыздар, бүгін біздер сиырдың бауырынан, осындай бауырдан блинчиктер жасап алатын боламыз. Ол үшін біздерге 1 стакан бауыр керек. Бауырымыз мясорубкадан өткізілген. Осылай 1 стакан бауырымызды салып, оған тура сол бауырдыкіндей 1 стаканмен сүт құямыз. Жақсылап бауырмен сүтімізді араластырып аламыз. Енді 2 жұмыртқамызды қосамыз. Бұны жасау өте оңай. Сіздің үйде қандай стакан бар, сонымен істей бересіз. Ұныңызды да сондаймен, және сүтіңізді де, бауырыңызды да сол стаканмен 1 стаканнан саласыз. Ешқандай грамның керегі жоқ. Менде бауырым 450 грамм болды. Енді тұзымызды, бұршымызды салып, жақсылап араластырамыз. Әбден араласқаннан соң біз оған ұнымызды қосып, бауырымыздың тестісін дайындап аламыз жақсы етіп. Енді қысып тұрған табаға май жағып, оған осындай құймағымызды құямыз. 1 ожау немесе 1 ожау жарымдай құямыз. Өте қалың болып кетпесін. Осылай құйып, орта отта пісіріп аламыз. Отымыз қатты болып күйіп кетпесін, немесе оты өте баяу болмасын. 2 жағын аударып, осылай пісіріп аласыздар. Бауыр тортын жасауға да болады бұнан. Бауырдан рулет те жасауға болады. Сондықтан осылай бауырлардың бәрін осылай пісіріп алып, морозкаға сақтап қоюыңызға болады. Керек уақытыңызда да рулетіңізді де жасай қоясыз. Алдағы видеоларда мен осы бауыр несінен рулет жасауды және де бауыр тортын жасауды видеосын түсіріп салатын боламын. Менің арнама тіркеліп қойыңыздар. Осылай бауырымызды 2 жағын аударып, бәрін пісіріп шығамыз. Бауырымыз дайын болды, жасап көріңіздер, ас болсын.